Келесі Жұлдыз Бикеш. Бикештер, сізге 4 карта шығарылып кетті. Таро карталарын сізге айтпағы көп сияқты. Бұл карта мына бірінші жарты жылдағы сіздің бақытты, қуанышты өмір салтыңызды, табыстың картасын көрсетіп тұр. Жалпы бұл сіздің отбасыңыздағы бір жайлы, бақытты өміріңізді сипаттайтын карта. Десе де, мына бір карта бірінші жарты жылдықта бикештерді бір серпіліс пен белсенді өзгерістердің бастамасын бастау осы бірінші жарты жылдықтан бастап басталады деп тұр. Сондықтан сізге құр бос үмітпен немесе бір жаңға жайлы уақытқа малданып, уақытыңызды бостан босқа өткізіп алмау керексіз. Өйткені сәтті өзгерістердің уақытын өткізіп алу қаупі бар. Бұл карта мына бикештер бірінші жарты жылда таңдаған мақсаты бойынша нақты шешім қабылдау керектігін және қабылдайтыныңызды көрсетеді. Сол шешім сіздің өміріңіздің келесі кезеңдеріне ұзақ уақытқа ұласатын бір дұрыс шешім болады. Мүмкін сіз бұрынғы жұмысыңызды тастап, тіпті мүлде басқа салада жаңа жұмыс бастайсыз, немесе мүмкін жаңа қарым-қатынас бастайсыз. Енді бұл карталардың барлығы сізге барынша белсенді болыңыз, уақытты құр бос өткізіп алмаңыз деп тұр. Бикештер, мен сіздерді құттықтаймын, өйткені бұл жеңімпаздың картасы, бұл триумф. Адамның өзінің күшімен тынбай еңбектенудің, білімнің, шығармашылығын үзбей дамытудың мүмкін арқасында сіз лайықты жеңіске жетесіз дейді. Жеңістің түрі көп қой. Мысалы, Қытайда Сенгер байқауына қатысқанда біздің Димаш жеңіске жетіп, өзінің талантымен әлем жұртының таңдайын қақтырды. Қаншама қазақ қазір біз сол Димаш үшін әлі күнге дейін марқайып, мақтанып жүреміз. Тіпті адамның ішкі дағдарыстарын жеңіп шығуы да бұл жеңімпаздық. Сондықтан сізге қандай да бір мақсатыңызға жетуге мынадай бір ақ жорғаның үстінде отырып жеңімпаз болуға сізде мүмкіндік бар. Бикештер, байқасаңыз, мына картадан басқа мінекей барлық карталар бұлар таяқшалардан құралыпты. Яғни тароның картасында таяқшалар тобының да өзінің ұраны бар. Ол ұран мен алғым келеді деген ұран. Яғни өмірде не қалайсыз, әрекет етіңізде алыңыз, жеңіске жетіңіз. Әсіресе сізге бірінші жарты жылдықта осы бір таяқшалар тобынан құралған карта сізге аса бір белсенділікті қажет етеді. Ал әрбір жеткен жеңіс бұл адамға бір тәжірибе әкеледі және сабақ алып келеді. Сондықтан сізге бір жеңістен тоқталып қалмай, одан әрі қарай жеңістен жеңіске жете беруіңіз керек. Енді жұлдыз жорамалда бикешке бас не қызметкер аға арканы шыққан екен. Әрине, бұл карта шыққан кезде ішкі жан дүниесімен үйлесімділік таба білудің маңыздылығын бикештер енді барлық уақытта ол бикештердің бірінші ұстанымы болатынына менің сенімім мол.